Ассалаумағалейкум, мал базар көрермендері, сіздермен бүгін Шымкент қаласындағы мал базардан түсіретін боламыз. Жылқылардың, сиырлардың, қойлардың бағаларын бәрін біліп сіздерге түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаңа каналды қолдап, лайк басып, тіркеліп отырамыз ағайындар. Мына тайларға 430 мың теңгеден сұрап отырмыз дейді. Былай қарай өткесем күнде болады екен шамалы. 430 мыңнан саудасы бар екен тайларға. Мына құнды биелерге 840 мың теңгеден сұрап жатырмын дейді. Мына құнды биеге. Мына бойдақ биелерге 670 мыңнан сұрап жатырмыз дейді. Мына айғырға 700 мың теңге сұрап жатырмыз дейді ағайындар. Мына айғырға 700 мың сұрап жатырмыз дейді. Ал мынаған жаңа бос биелер, мыналар құлындарынан ажыраған. 700 мыңнан сұрап жатыр екен бұл биелерге. 700 мың теңгеден сұрап жатыр екен ағайындар. Бірінші тума құлынды бие 700 мың теңге сұрап тұрмыз дейді. Түнде туылған құлын 700 мың теңге дейді бағасын. Екеуі 1 миллион 130 мың теңге болды, 2 жасар. 1 миллион 130 мың теңге болды. Сатылды, қол алысып. Бүгін ертең туып қалатын 4-ші тума биеге 900 мың теңге сұрап тұрмыз дейді. Мына биеге 900 мың теңге сұрап тұрмыз дейді. Her türlü gibi yaptı. Бие қысыр 700 мың сұрап жатырмыз дейді. Мынау былтырғы тайы 500 сұрап жатырмыз дейді. Екеуі де уже дайын союға. Мына алапаш 745 мыңға сатылып кетті. 8 жасар. Миллион дейді. Бағасы миллион дейді. Бүгін действительно мықты биелер түсті ғой. Әңгіме жоқ, мықты биелер түсті. 850-ден дейді мына биелер. Бір-екеуі туған, қалғандар бойдақ. Жалпақтықтарын қараңыздар. Мыналар буаз ғой, ә? Мынау буаз, мынау ұштып қойған екен. Мынау буаз. Мына екі семіз бордақыға 700 мыңнан сұрап тұр. Полторашка 700 мыңнан сұрап тұр екі тайға. Сауын бие болған дейді. 900 мың теңге дейді бағасын. Дәу биеге мынау. 450 мыңнан сұрап жатыр мына үшеуіне.
Мынаусы қандай. Жаңадан қорам іште 2 құлынды бие еді. Біреусін алды. 680 мыңға. Алып, мына жерге шығарып байлап қойды. Семіз тайларға 650 мыңнан сұрап жатырмыз дейді. Еттері жақсы. Байланған тайлар екен қорада. Жем жеп тұрған. Senin canın ağrı özümsün. Жеті жүз елу мыңнан сұрап жатыр мына екеуіне. Мына екі бордақы. Мынау пісіп тұр екен мына бордақы дайын. Мынау шамал не. 1.200.000-ге сатылды екеуі ағайындар. 1.200.000 теңге болды екеуі. Қара байталға 650 мың теңге сұрап жатырмын дейді. 2 жасар. Мына кішкентайына 450 мың сұрап жатырмын дейді. Еркек. Мынау ұрғашы. Мынау еркек. Мына бордағы байталдарға 600 мыңнан сұрап жатыр жігіттер. Семіз. 600 мың теңгеден. Аласын соя бересің, бірақ еті қалай шығарын білмейміз деген ба. $850 мыңнан сұрап тұр бағаларын ағайындар.